Сәлем, достар. Бүгін біз 100 жасқа дейін сергек, қуатты өмір сүруге көмектесетін 7 табиғи кеңеспен танысамыз. Бұл кеңестер қарапайым, бірақ өте әсерлі. Дәл қазір жазып алуға немесе есте сақтап қалуға тырысыңыз. Бірінші кеңес – қозғалыс және тағы да қозғалыс. Күн сайын кем дегенде 30 минут жаяу жүріңіз. Бұл жүрекке, буындарға, өкпеге және жалпы ағзаға үлкен пайда келеді. Ауылды жерлерде үлкен кісілер күні бойы шапқыламайды, бірақ қимылсызда отырмайды. Олар жай ғана қозғалыста болады. Аула сыпырып, бақша қарап, аздап. Бұл табиғи жаттығу. Екінші кеңес – тағам, дәрі. Ауылды қариялар көкөніс, дәнді дақыл, жеміс-жидек секілді жеңіл, табиғи тағамдарды жиі тұтынады. Ет, сүт өнімдерін аз мөлшерде қолданады. Ал майлы, қуырылған тамақтан мүлде алшақ жүреді. Қарапайым ботқа, қайнатылған көкөніс, сүт қосылған шай – бұлар жасұнық пен дәруменге бай тағамдар. Үшінші кеңес – ұйқының тәртібін қадағалаңыз. Түнгі 10-нан кейін ұйықтауға тырысыңыз. Себебі дәл осы уақыттан бастап ми мен ағза толық қалпына келе бастайды. Ерте ұйықтап, ерте тұру ұзақ өмір сүретін адамдардың ортақ әдеті. Төртінші кеңес – стрессті азайтыңыз. Уайым мен күйзеліс қартаюдың басты себептерінің бірі. Сондықтан күніне 5-10 минут болса да тыныш отырып, терең тыныс алыңыз. Дұға оқыңыз, табиғатқа шығыңыз, жағымды нәрселерді ойлауға тырысыңыз. Ішкі тыныштық ең үлкен байлық. Бесінші кеңес – қарым-қатынас жасаңыз. Жалғыздық адам жанына ауыр тиетін нәрсе. Достарыңызбен, көршілеріңізбен сөйлесіп тұрыңыз. Әңгіме айтып, күліп, жүректі жеңілдетіңіз. Бұл жан мен тәнге бірдей ем. Алтыншы кеңес – шүкіршілік етуді ұмытпаңыз. Күн сайын бір рет болса да шүкір деп айтып отырыңыз. Бұл сіздің санаңызды, көңіл күйіңізді өзгертіп, өмірге деген көзқарасыңызды жеңілдетеді. Шүкіршілік сабыр мен рухани тыныштықтың бастауы. Жетінші кеңес – табиғатпен байланыста болыңыз. Күн шуағын сезініңіз, таза ауада жүріңіз, су дыбысын тыңдаңыз. Табиғат ең мықты емші. Ауылды жерлердегі ұзақ жасайтын кісілердің бәрі табиғатпен етене өмір сүреді. Осы 7 кеңесті күнделікті өміріңізге енгізсеңіз, бойыңыз сергек, жаныңыз тыныш, ғұмырыңыз ұзақ болмақ. Каналға жазылып, пайдалы кеңестермен бөлісіп отырыңыз.